Ақтауда күзгі шақырылым бойынша мерзімді әскери қызметке шақыру үшін кандидаттарды алдын ала іріктеу және зерделеу жүргізіліп жатыр. Осыған орай бүгін 30-дан астам әскерге шақырылушы медициналық тексеру комиссиясынан өтті. Медкомиссиядан өткен азаматтарды денсаулық жағдайына байланысты, жанұя жағдайына байланысты және басқа да себептер жағдай бойынша анықтап, жарамды болған азаматтарды Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне командаларына тағайындаймыз. Мінездеріне байланысты, егер де жақсы үлгерімдері жақсы болса, жылдық мынандай есептік балл бойынша әр әскери шақырушылардың ішінде грантқа біздерге гранттар үміткерлер болып отыр. Қазіргі таңдарда біздің осы көктемде әскери шақырушылардың 1000 балаға грантқа берілді. 1000 астам балаға осы жоғары оқу орындарына грантқа түсті. Ақтау қаласы бойынша биылғы ұлттық қауіпсіздік комитет шекара қызметіне 120-дан астам әскери шақырушылар біз осы жоспарлап отырық 120-дан астам табуға. Күзгі шақыру 1 қыркүйекте басталады. Облыс бойынша аталмыш науқанға 700-дей жігітке шақыру қағазы берілген. Оның 200-ге жуығы қаладағы кандидаттарға тиесілі. Олар 18 мен 27 жас аралығында сотталмаған кезген Қазақстан азаматы. Бүгінгі медициналық тексеру комиссиясына өтуге келгендердің бірі 19 жастағы Бегназ Қалмұрат. Ол сарбаз қатарына қосылып, отан алдындағы парызын өтеуге дайынмын дейді. Военкоматтан шақыру қағазы келді. Сол медкомиссия өтіп, бұйырса Қазақстан Республикасының қауіпсіздік комитетінің шекарасына қызмет еткім келеді. Қызмет етіп келген жақсы ғой. Арқайын жүріп, жұмыс орындары кіріп, оқуларға түсіп, жоғарғы. Армиядан келіп, жоғарғы оқуына түсу бұйырса, көре жатармыз әлі. 20 шілде мен 10 қыркүйек аралығында қорғаныс істер жөніндегі департаментінде кандидаттарды іріктеу және зерделеу жұмыстары жүргізіледі. Енді қазіргі уақытта жаңалық деп айтып кетсе де болады. Шекара қызметіне іріктелген кандидаттар оқу процесі аяқталғаннан кейін мерзімді әскери қызметін Маңғыстау облысының аумағында жалғастырады. Яғни өзінің туып өскен жерінде еліміздің шекарасын күзетеді деген сөз. Сонымен қатар қазіргі уақытта елімізде, мемлекетімізде мерзімді әскери қызметке шақыртушыларға бір қатар артықшылықтар, жеңілдіктер қарастырылуда. Оны айтып кететін болсақ, бірінші несиелерін өтеуді кейінге қалдыру. Және екіншісі мерзімді әскери қызмет аяқталғаннан кейін еліміздің жоғары оқу орындарына тегін грантқа түсу мәселесі. Әскерге шақырылушыларды іріктеу мен бөлу барысында денсаулық жағдайы, олардың әскерге шақырылғанға дейін алған мамандықтары да ескеріледі. Физикалық дайындығы жоғары, моральдық және психологиялық тұрғыдан төзімді жастар ғана отан алдындағы борышын қорғауға аттанады. Еркін Қарасайұлы, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.